Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Шалқар радиосының әуе толқынында Абай ғибраты хабары. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ тұрған барша тыңдарман. Шалқар радиосының тікелей толқынында Абай ғибраты хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған әріптесім Бекзат Бегайдарұлы. Микрофон алдында Жаслан Наурызбайұлы. Бүгінгі Абай ғибраты хабарының тақырыбы Абайдың толық адам ілімі. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Белгілі Абай танушы ғалым Асан Омаров, әдебиеттанушы ғалым Иманғазы Нұрахметұлы және абайтанушы Сұлтан Ыбырай, толық адам һәм төрт даму жобасының авторы, журналист Ернат Мелісұлы. Қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы осы Абай жылы бастап алған кезде де өзінің мақаласында осы Абайдың толық адам ілімі туралы айтты. Толық адам ілімін зерттеу керек, зерделеу керек, ұрпаққа жеткізу керек, халыққа түсіндіру керек деді. Біз Абайды әлемнің Абайы дейміз, адамзаттың ұстазы дейміз. Осы толық адам танымына байланысты деп айтуға бола ма санаға? Жасыла бауырым, дәл солай, оған күмәніңіз болмасын. Бұны хакім Абайдың шыңы деп санау керек, толық адам ілімін. Енді қазіргі таңда біз осы Абай ғибраты хабары арқылы бірнеше Абай танушы ғалым ағаларымызбен сұхбаттастық. Абайдың осы толық адам ілімі туралы сұрасақ, әркімнің өз толық адамы бар. Әркім Абайдың толық адам ілімін өзінше түсінеді. Сосын өзінше түсіндіреді. Бірінің толық адамы қол жетпейтін үлкен биіктегі толық адам. Екінің бірі бара бере алмайтын, екінің бірі бола алмайтын. Бір Абай танушы ғалым ағаларымыздың айтуы бойынша, ортамызда толық адамдар көп тәрізді. Сондықтан біз сіздердің сөздеріңізді бөлмейік. Әрқайсыларыңыз енді осы Абайды зерттеп жүрсіздер, Абай танушы ғалымсыздар. Арнайы уақыт берейік. Толық адам кім дегенге толық ойларыңызды айтыңыздаршы. Сұлтан аға, өзіңіз бастасаңыз. Енді сіз мына жарым адамнан толық адамға деген жақында ғана еңбегіңіз шықты. Толық адам кім аға? Қандай адам? Әрине, осы кітабымды жазу барысында біраз енді ізденген болдым. Сонда бірінші байқағаным, енді кез келген абайтанушы жаңағы әуезовке барады ғой. Соны әуезов мысалы жалпы Абайдың философиясы дегенде Абайда философия жоқ, философия болу үшін бір жүйе болу керек деген. Содан кейін бірақ енді ол босамаса белгі заман солай айтқызып отыр. Өйткені сол жүйені табу үшін біраз ізденген болдым. Сол ізденгенде тапқаным, онда шынымен жүйе бар екен. Енді бұл өзі жалпы мұсылмандық негізі жақсы мінез ғой. Мысалы пайғамбардың өзі адамзатқа жақсы мінез әкелдім деді. Бұл кітаптың тақырыбы да мінез. Мінезді қалай түзету? Бір сөзбен айтқанда, адамның мінезін түзетіп, сол толық адамға келу ғой енді. Енді басында болса Абай жарым адам жайында айтып өтеді, толық адамның. Біздің қоғам жарым адам. Біздегі шығып атқан жаңа келеңсіздіктер, ол біздің жаңа арамда жарымдықтың болуы. Жарым адамның өткендегі айтқандай, жарым адамның үстінен қиянат шығады, жаңағыдай зұлымдық шығады. Енді соны түзету мақсат тұр. Әрине оны жаңағы Абайдың 89-шы өлеңі бар, ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың еленерек дейді. Бірақ енді ішінде қарап отырсаңыз, ол 89-шы жылғы әңгіме. Ал енді менің ойымша тастек бізде 86 жыл деп жазылған ғой. Бірақ жаңа ішіндегі фактілерге байланысты мен 89 жылы жазылған деген ойдамын жалпы. Енді сонда мынадай мәселе бар. Осының ішінде Абайдың өзі айтады. Пайғамбарымыздан кеп сахабалар сұрапты дейді. Осы неге жақындағанда, қияметке жақындағанда. Бір жыл бір күн болады екен, бір күндей болады екен. Сол заманда неше намаз қанша уақыт намаз оқимыз деп. Сонда айтты дейді. Оны сол заманның жаңағы ғалымдарынан сұрайсыз, солар айтады деп. Бұны Абай неге келтіріп отыр? Енді ол менің ойымша жаңағы бұл мысалы біз айтып жүрген не бар ғой жаңағы
акыл, кайрат, гылым деген. Иә. Ол бізден орта ғасырдан анау Ибн Арабилерден келе жатқан нәрсе. Ол дәл бізге, мысалы бізге ол абстрактілі. Біз түсіне алмаймыз да оны. Ол қиындау. Және оның ілімінде жоғалтып алғанбыз. Біз совет үкіметі өттік, басқа өттік, ілімін жоқ оның. Сондықтан оны және Абай сол заманда көріп отыр, мына жалпы шығыс әлемі мұсылман болмаса қазақ артта қалып отырған. Иә. Сондықтан бұны бір басқаша келу керек. Жаңағы мына Алланың заңы өзгермегенмен қағидалар өзгеріске ұшырау керек деп айтты ғой. Иә. Соның жаңағы соның негізінде келіп осыны жазып отыр. Сонда мен жаңағы алдында айтып өткен бұл неге философиялық трактат дегенде ішіндегі мысалы тағриф, тастиқ, жаңағы нақли дәлелім, ақлиға қилім деп айтады ғой. Осының бәрін қарап отырсақ, бұл ішіндегі жаңағы мантық дейді ғой, мұсылманның логикасы екен. Сондықтан бұның ішінде бір логикалық бір жүйе жатқандығы, оның жаңағы бұл философиялық еңбек екенін көреді. Енді соны қарап отырып, әрі қарай зерттеп қарасақ, мысалы бұл зерттеген мәселе бұнда мінез ғой. Мінезде неде мына жаңағы тастиқта, Толық адам. жоқ, логикада оны бірінші жаңағы тасауыр дейді екен. Зерттейтін тақырып тасауыр аты. Логика, ислам логикасында жаңағы мантықта. Ал тастиқ деп мысалы бір проблеманы алып оны зерттеп, оның шындығы немесе жалғандығын зерттеп жету, оны тастиқ дейді екен. Бұл тастиқ деген каламда ол иманның синонимі, ал мына мантықта бұл зерттеу методологиясы, зерттеу әдісі. Енді сол зерттеп жеткен әдісінің нәтижесін тексеретін әр жағында, оны истидлал дейді екен. Сонда қарап отырсаңыз, Абай мінезді алады, оны ал мінезді біз мінездің бастауын қайдан аламыз? Біздің жаңа ғана Абай Аллаға ұқса дейді ғой. Сонда біз оған ұқсау үшін Алланың жаңағы 8 сипатын алады да, оның ішінен адамның қасиетін шығарады, толық адамның. Сонда бұл жаңағы соны шығарудың әдісін, соны тастиқ дейді екенбіз. Ал енді ана жерде бізді келтіреді, онан кейін ол белгілі жаумәрттік дейді. Белгілі жаумәрттік бұлан бұрында белгілі болған. Соң инсан әл-камил, ол да бұрыннан белгілі, кемел адам. Сонда солар тұрып, Абай неге бұл жаңағы толық адамды шығады. Енді жаңағында айтып отырғандайын, заман өзгерген сайын адамдардың санасының өзгергеніне байланысты жаңа біз ұғымдар енгізіп отыруымыз керек. Бірақ ол негізі түптеп келгенде көздейтініміз сол, бірақ бұны жаңа заманға жаңаша түсіндіріп отыру. Солай келеді да, бұны Абай жаңағы толық адамда оның мұсылмандығы бірінші айтылады, ол мұсылман болу керек міндетті түрде. Екінші жағы жаңағы ғылым, рақым, әділетті болу керек та. Өйткені мына заманға бізге түсіндікті. Өйткені мына ғылым, рақым, әділет деген кез келген қоғамның негізі да, кез келген елдің негізі. Мысалы айтсақ, мысалы әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, ол мысалы рақым, жатады жалпы. Ана оқу білім жүйесі, ғылым, ол жаңағы ғылымға жатады. Ал мына құқық қорғау жүйесі, ол әділетке жатады. Сонда кез келген елде ол негіз болып табылады. Біздің елімізде сол. Егер біз соны дұрыс жолға қойсақ, бізде де жаңағы ол ана айтайын деген бұның универсалдық әмбебаптығы. Ол жеке адамда солай істей алады. Оны мемлекет деңгейде тура сондай жаңағы деңгейге шығаруға болады. Енді сол бір сөзбен айтқанда, ана толық адам деген ол ғылымды болу керек, рақымды болу керек, жаңағы әділетті болу керек. Осы үшеу, содан кейін болса Құдайдың құлы деп өзін сезіну керек. Осы. Тамаша. Ал енді келесі кезекте Имамғазы аға, сіздің толық адам. Жалпы Абайда толық адам деген концептуалды категориялық ұғым. Онда толық адам болудың шарттары айтылған, толық адамның белгілері, сипаттары айтылған, толық адам болуға жетудің шарттары айтылған, және толық адамның сипаты айтылған. Ал енді бұл толық адамын Абайдың жете түсіну өте қиын деп ойлаймын. Мен өз басым оны жете түсіндім деп айта алмаймын. Енді аз бұты көпті ұққан болуымыз керек, бірақ сол ұққан нәрсенің өзін түсіндірудің өзі қиын. Өйткені бұл өте күрделі жүйелі нәрсе, тұтас бір ілім. Абай 38-ші қара сөзінде айтады: Құдай тағаланың жолы деген жол ниһаясыз дейді. Ешкім оның ниһаятына жете алмайды дейді. Кімде-кім сол жолда жүруді шарт естіп, Алланың жолында жүрсе, ол
таза мұсылман толық адам дейді. Енді бұған қарап 5 парызын орындаған адамның бәрі толық адам екен деп айта алмасақ керек. Себебі Абайдың айтып отырғаны 5 парызын орындаған мұсылман туралы емес, Алла жолына түскен деген сөзді қосып отыр. Абайдың Алла жолын таныған танымы, Алла жолы туралы танымы өте күрделі таным. Абай айтады, мынау адам ізгілікке жету үшін ақыл, ғылым керек дейді. Ал ақыл ғылымға жету үшін 3 түрлі шарт қояды. Ең алдымен хауас сәлім керек дейді. Бұл хауас сәлім деген жаны сау адамдарда болатын нәрсе. Абайдың айтатыны бар ғой. Өсек, өтірік, мақтаншақ, ерінбек, бекер, мал шашпақ. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой деп 5 жақсы нәрсені, 5 жаман нәрсені айтады. Осы алдыңға айтылған адам қашық болатын 5 нәрсе, ғалымдар мұны анау ғұлам Ақидауанидан бастап жанның зиянды азығы деп білген. Адам асық болатын 5 нәрсені жанның пайдалы азығы деп білген. Енді бір сөзбен бұлай айтуға да болар ма екен деп ойлаймын мен. Алдыңға айтылған жанның пайдалы азығы, жанның азығы. Ал жанғы зиянды азығы, жаңағы адам қашық болатын 5 нәрсе, ол жанның дерті. Ал жаңағы хауас сәлім кімде болады? Ол жаны сау адамда болады. Сондықтан ана ақыл мен ғылымды табудың бірінші шарты жанның саулығы. Екінші шарты тәннің саулығы дейді. Алла жанды адамға аманат қып берді. Тән соның қонағы, ұясы. Сол тәнді жақсы ұстамасаң, жан жүдейді. Онда сен Алланың аманатына қиянат жасаған боласың дейді. Үшінші шарты махаббат. Әгер ақыл мен ғылымды махаббатпен іздесең жетесің дейді. Онда сенің жолың дұрыс жол болады. Әгер оны атақ үшін, абырой үшін іздесең, ол сенің адамдығыңды бұзады дейді. Ал енді бір сөзінде айтады Абай. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың. Елден бөлек дейді. Бұл ақыл қайрат, бұл жерде Абай осы толық адамға екі жақтан кеп отыр. Бірінші діни жақтан кеп отыр. Екінші образды түрде айтып отыр. Ақындық бенен образды түрде айтып отыр. Сонымен бойында жақсы қасиеттің барлығы. Толық адамдықтың шарттарын мына кемел адам туралы, иман туралы сөздерінде айтады. Сен Аллаға не үшін иман келтіресің дейді. Әгер сен өзің үшін иман келтірсең, Алла үшін иман келтірем десең, оны айтпай сөздің аяғын, бірақ ол дұрыс емес дейді. Қорытынды. Өйткені сенің иман келтіруіңе Алла мұқтаж емес дейді. Оған Аллаға пайда жоқ. Ал өзің үшін иман келтірсең дейді. Онда сен одан пайда алуың керек дейді. Бірақ осы жерде анықтап алатын бір нәрсе бар. Абайдың өзің деп отырған өзің емес. Абай дүниені екіге бөлген. Біреу Алла, біреу адам. Өзің деп отырған адам. Адам үшін пайда келтіруің керек дейді. Иманнан пайда алуың керек. Ол үшін не керек? Ғадалат пен шапағат керек. Аллаға сенуің керек. Сол сенімді пайдаланып, адамдарға жақсылық жасауың керек. Бұл адалат пен шапағат жүректен, махаббаттан туатын нәрселер дейді. Ал махаббат жоқ жерде қиянаттың жолы ашық. Ал қиянат бар жерде қиянатшы болса, мұсылман жарты мұсылман дейді. Қиянатшыл болса, адам жарты адам. Қиянатшыл молда жарты молла дейді. Міне осыдан біз Абай сонан кейін толық адамның 4 ерекшелігін айтады. Осы ақыл, қайрат, ақыл, ғылым, ғадалат, шапағатқа ие адамдар 4 түрлі дейді. Ең алды олардың пайғамбарлар дейді. Онан кейін әулиелер, онан кейін хакімдер, ең соңы кәміл мұсылмандар дейді. Бұлар толық адамдар. Бұлар толық адамдар дейді. Ал енді осының ішінде Абай бір нәрсені бас айтады. Пайғамбарлар адамзатқа үйретті дейді. Оқыды демейді, үйретті. Өйткені олар ақпаратты, білімді Алладан алды. Әулиелер оқыды дейді. Қашық болуға жетті, бірақ олар ұхрауи пайдасын күзетті дейді. О дүниелік пайдасын, бұл дүниелік пайдасын ұмытты. Сондықтан әулиелер деп отырғаны, әулиелердің тәрки дүние болған әулиелер толық адамдықтың ана бір шама төмен деңгейінде тұр. Ал енді Абай айтады, барлық әулие тәрки дүние емес дейді. Оған мысал келтіреді. Хазіреті Ғұсманды айтады, Әбу Қасты айтады. Мұндай әулиелер бай болды, адам үшін иман келтірді дейді. Олар толық адам. Ал енді хакімдер туралы айтады. Дүниенің жақсы жолын іздеген жақсы хакімдер болмаса, мына дүние бұзылар еді дейді. Сонда хакімдерді де екіге бөліп тұр. Сол жақсы хакімдер толық адамдар. Ал енді жай ғалымдар, олар да толық адам, бірақ дәрежесі анадан төмен болып тұр. Категориясы бар деп отырған. Түсінікті. Енді Ернат бауырым, толық адам һәм 4 даму деген жобаны қолға алдыңыз.
толық адамды мына ағаларымыз түсіндіріп беріп жатыр, әрине. Сіздің де өз түсінген толық адамыңыз бар. 4 дамуыңыз ше. Кеш жарық, енді ағаларымыздан бөлек деп айта алмаймын. Бәрі бір түсінік, бір ұғым. Тек енді бұл жерде түсіндіру, сосын қазіргі кезде бұл толық адам кім үшін керек? Толық адам қазіргі заманның адамдары, қазіргі заман жастар үшін керек та. Ол толық адам туралы ақпарат, толық адам туралы білім тек қана бір радио хабар немесе газет, журнал, сайтта, мақала, кітап бетінде ғана қалмау керек та. Ол толық адам ілімі, формуласы дейміз, ол біздің өмірімізге ену керек кәдімгідей. Мысалы жапондардың өміріне кайдзен қалай енді, сол сияқты біздің өмірімізге, жеке адамның өміріне, бизнес саласына және мемлекеттік басқаруға да ену керек. Ол үшін толық адамның кім екенін нақтылап бірізді қылып түсіндіріп беру керек қой халыққа. Енді толық адамның кім екені ол белгілі нәрсе. Толық адам кім екені деген анықтамасы. Енді қазіргі маңызды нәрсе сол толық адам болу үшін адам не істеу керек, оның жолдары қандай, оның құралдары қандай дегенде, енді осы тұрғыда ізденгенде сол толық адам болудың 4 жолы, яғни толық адам болудың кілті 4 дамуда деп сондай бір тұжырымға келдім да. Оған келу себебім мынау қазіргі ағылшын тілді ғылымды, өзгеріс ғылымы дейді, мотивация ғылымы дейді, жетістікке жету ғылымы дейді. Сондағы жетістікке жеткен қазіргі көз тірі ғалымдар, бизнесмендер солар бір үндейді ғой, бір жолдар тұсынады. Сонда соларды былай тегіс тұтас алып отырсаңыз, олардың ойлары, үндеуі, тұжырымдары бір 4 жолға келеді да. Сонда бірінші жолда рухани даму тұрады екен. Толық адамға жету үшін осы бір 4 жолды көрсетесіз сіз, иә? Сіздерді енді қазір Шалқар радиосының бір жағына YouTube'тен де көрсетеді ғой. Соған мындай көрнекілік дайындап әкелген. Толық адам болудың 4 жолы бұл өмір бақи жүретін. Міне Абайда ол толық адам, ол 4 даму жолы, иә. Енді жылы жүрек ол рухани даму. Ал нұрлы ақыл ол интеллектуал даму, білім ғылым. Ыстық қайрат ол физикалық даму, яғни денсаулық, саламатты өмір салтын ұстану деген сияқты. Ал мал табу ол материалдық даму. Сонда мынаның өзі сатымен тұрда бірінші рухани даму керек адамға. Одан кейін ол интеллектуал даму, одан кейін физикалық даму, одан кейін материалдық даму керек. Енді осы толық адам 4 даму дегеннің мына логотипін де жасаған ғой. Мына жерде 4D деген сөз шығады да, 4D деген даму деген сөздің бірінші әрпі. Және бұл жобаны тек қана қазақ тілінде емес, яғни біз бұны әлемдік деңгейге, Абайды әлемнің ойшылы деп жатыр ғой. Және Асан ағаларымыз айтып отыр, толық адам ол кәдімгі әлемдік философияның азығы болу керек та. Соны біз енді әлемге таныту үшін біз ағылшын тілінде бұны дамытуымыз керек. Сондықтан даму деген енді ағылшын тілін білетіндер түсінеді, ол development деген сөз. Мынау сонда 4D деген немесе 4D деп алу керек, бұл даму. Яғни бұл толық адамның логотипі. Мынау D деген бұл бір жағынан айға ұқсайды. Ай дегеніміз ол ислам дінінің белгісі, иә, айшық, ай. Сосын мынау жасыл түс. Жасыл түс деген бұл жаңару, жасару, жаңа ойлар деген сияқты. Одан кейін енді жаңа Сұлтан ағамызда, Имамғазы ағамызда анық айтты ғой. Мынау осы бұрынғы 38-ші қара сөз, қазір тасдиқ сөзінде Абай атамыз Алла дейді. Сосын Құдай тағаланың жолы деген ол енді толық адамның жолы. Және таза мұсылман мен толық адам деген ортасына тең қояды. Бұл да өте маңызды нәрсе. Яғни толық адам ол әрі таза мұсылман, ал таза мұсылман толық адам болу керек та. Осы екеуі ажырағысыз болу керек деп ойлаймын. Сосын енді мына өмір бақи дедім, мына өмір бақи адам осы өзін бақытқа, табысқа жету үшін осы 4 дамуда болса, 4 дамудың жолында болса, енді ол күнделікті не істеу керек? Мына толық адамның 7 әдеті деген бұл күнделікті санатыны. Мысалы, Алланы сүю, ол Алланы сүю керек. Толық адам Алланы сүйеді, бірінші. Екінші әдеті ерте тұрады. Үшінші әдеті ол спортпен айналысады, саламатты өмір салтын ұстанады. Және енді сіз ерте тұрдыңыз, спортпен шұғылданып келдіңіз, жүгіріп деген сияқты физикалық, одан кейін сіз дұрыс тамақтануыңыз керек. Одан кейін оқу, білім ізденуіңіз керек. Одан кейін еңбек ету керек адам. Одан кейін материалдық бір дамуға, материалдық тәуелсіздікке жету керек. Мысалы Абай атамыздың өзі мысалы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейміз ғой. Бұл жерде анық айтылып тұр. Енді 4-ші даму, материалдық дамуды іздегенде ол Абай атамыздың өлеңдерінде де, қара сөздерінде тұнып тұр да. Мысалы Абай атамыздың өзі оның осындай білім ғылыммен алаңсыз айналуынан хакімдікке жетуіне материалдық игілік
әсер етті ғой тікелей. Мысалы Құнанбай әкесі сұлтан болып сондай үлкен байлыққа ие болып тұр, ол әсер етті. Кейіннен оның орнын Оспан інісі басты мысалы. Солар сондай қолдау көрсетті да. Енді және ол тек қана рухани дамуға беріліп, дүниеден баз кешіп кетуді айыптап отыр. Яғни ол адам елдің бәрі әулие болып кетсе, елдің бәрі діннің жолына түсіп кетсе, мысалы тек қана дінмен ғана айналысып кетсе, егінді кім салады, фабрикаларды кім салады, қойды кім бағады деген, ол яғни осындай бір тұжырымдар айтады да. Енді қазіргі біздің алдымызда тұрған үлкен міндет осының бір жолдарын, сосын құралдарын жасауымыз керек. Сосын енді мындай сұрақ көп қойылады, осы сіз толық адамсыз ба, толық адам деп кімді айтасыз деген. Оны жаңа Абай атамыз қара сөзінде айтып тұр, Алла тағаланың жолы дегеніміз ол ниһаятсыз дейді, яғни өлшеусіз дейді. Сондықтан толық адамның деңгейін бір өлшеу қиын да ол. Тіпті ол адам толық адам болған болмаған білмейді, өмірден өту мүмкін. Тек өмірден өткеннен кейін ғана оған осы көзі тірі адамдар бұл толық адам болып еді, жаңа кімдерді айтып жатыр ғой, Осман бейін соларды айтып жатыр, иә? Әбу Бәкір соларды айтып жатыр, мысалы толық адам болып еді деген сияқты. Енді бұл өте бір жағынан қызық, екінші жағынан сол прагматизм жағынан келуіміз керек. Яғни біз толық адам дегеніміз жетістікке жету жолы. Ал осы жетістікке жету толық адамның жолы ол 4 дамуда болу керек деп ойлаймын енді. Толық адамның қандай екенін біліп, біз соған қадам жасауымыз керек қой. Толық адам болуға тырысуымыз керек. Иә, біз 24 сағат аптасына 7 күн, айына 30-31 күн, жылына 365 күн біз сол толық адам болудың жақатында дейді ғой Абай атамыз. Қамында жүруіміз керек. Солай берілмей өтуіміз керек та. Сонда ғана біз мына дүниеге де және о дүниелік егініміз екі жаққа да, Абай атамыз айтады ғой, ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жақ үңілдім дейді. Осы сияқты біз екі жағымыз сонда толық болады да. Бұнда толық адам және таза мұсылман дегенді тең қойып тұр Абай атамыз ортасына. Тамаша. Рахмет. Енді құрметті студия қонақтары, бізге жарнамаға уақыт келіп қалды. Жарнамаға кезек берейік. Тікелей толқында хабарымызды бұдан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жарнама. 2021 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттарының және мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. Дауыс беру күні демалыс үйлерінде, санаторийлерде, тұрақты емдеу профилактикалық мекемелерінде, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда орналасқан азаматтар тұратын мекендерде, тергеу изоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында болатын барлық азаматтар сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Әскер бөлімдеріндегі әскери қызметшілер, сондай-ақ әскер бөлімдері орналасқан жерлерде тұратын олардың отбасы мүшелері мен басқа сайлаушылар тізімге енгізіледі. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктері жанындағы сайлау учаскелері бойынша шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іс-сапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген республика азаматтары учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасы азаматы деген жарамды паспорты болса, сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Азаматтардың уақытша болатын орындарында құрылған сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдері дауыс берілетін күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша міндетті түрде нақтылануы тиіс. Шалқар радиосының жарнама қызметі Нұр-Сұлтан қаласында 275-72-99, қала коды 717, Алматы қаласында 261-35-55, қала коды 727. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Шалқар радиосының әуе толқынында Абай ғибраты хабары. Тікелей толқында Шалқар радиосының Абай ғибраты хабары. Студиямыздың қонақтарымен тағы бір мәрте таныстыра кетейін. Белгілі абайтанушы Асан Омаров, абайтанушы Сұлтан Ыбырай, әдебиеттанушы Иманғазы Нұрахметұлы, журналист, абайды зерттеп жүрген жас абайтанушы Ернат Мелісұлы. Асан аға, мына бауырларыңыз барлығы болса толық адам туралы ойларын айтып алсын деп, сіз жетекші ғалым болғаннан кейін сізді соңына сақтап отырмыз. Бауырларыңыздың кем тұстары болса толықтырып өтсін деп. Толық адам қандай адам? Толық адамды халыққа қайтып түсіндіреміз. Иә, толық адам кім деген өте үлкен мәселе. Мынау алдындағы жаңа сұлтанды
Иманғазыда мұқият тыңдап отырмын, өте теориялық негізін дұрыс айтты, бәрін анықтамасын да айтты. Толық адам кім дегенге жауап берілді деп санаймын, абай бойынша. Сол сияқты мына әсіресе Ернат Мелісұлының жаңағы схемасы, жаңа көрсеткен 4 даму, бұл өте маңызды мемлекеттік мәселе. Бұл нақты әлгі утопия емес толық адам. Бұл нақты практикалық, прагматикалық нәрсе екенін дәлелдеп отыр. Міне осындай жобаларды құптап қолдау керек, өте маңызды. Ал енді айтайын деген, толықтыру ретінде айтатын толық адам деген өзі, толық адамнан бұрын адам, жарым адамды ұғып алуымыз керек. Әр адам өзінің қай жерде тұрғанын білу керек. Одан бар толық адамға шығу керек. Әйтпесе әркімнің ойында мен мына қасиеттердің бәрі менің бойымда бар деп ойлауым мүмкін ғой. Жоқ, мен толық адаммын. Ол бір қол жетпейтін дүние екен деп қалады, қияли деп. Енді жалпы қазақ халқында өз бұрыннан қазақ болғалы би дейді, есті адам дейді. Ауылда бір есті адам анаған бар, есті. Одан кейін жарым естеу адам бар. Жарым естеген енді ол түсінік. Одан кейін ессіз адам бар дейді. Ессіз деген енді ақымақ деген сөз ғой, таза ақымақ. Сонда адамды 3 топқа түрге бөліп бұрыннан бар. Мына абай соны дамытып, мына ғылыми негізін жасап отыр. Оны бұл ғылыми негіз қай уақытта бастаған? Мен 1892 жылы деп санаймын, абай осы толық адам болмысын зерттеуге келгені. Сол қара сөздерін бастап жазып жатқанда 7-ші қара сөзін алайық. 7-ші қара сөз білеміз ғой? Иә. Сонда әлгі анадан туғанда 2 мінезбен туады деп басталады ғой. Сонда айтады, дүниенің көрінетін және көрінбейтін сырын түгендеп білмейтін болсақ, адамдықтың орны болмайды дейді. Сонда қараңыз, дүние деген, біз о дүниеде біз адамды өзіміздің ақылымызға ғана қаратып айтып отырмыз. Алла тағаланың жасалған дүниесі бір, бірақ оның көрінетін жағы бар. Мына біз жарық сәулесі. Одан көрінбейтін жағы бар. Көрінбейтін жағын біз ақирет дейміз, метафизика дейді Европада. Сонда соның ана жақ көрінбейтін жағынан да хабар болса, адамның білімі болса, сонда оның адамдықтың орны болады деп адам абай адамның кім екенін анықтама берді. Бұларда толық адам туралы әңгіме жоқ. Тек адам болу үшін ғана білу керек сен. Құдайдың бар екен, жан өлмейтін білудің өзі адам болу